Сарыағаш ауданында сый құрметке ие ауданның құрметті азаматы Еламан Алтаев Құркелес ауылдық округіне өзінің игі істерімен мәлім. Ағүй ауылындағы мектеп пен клубтың құрылысына атсалысып өз жерін берген. Дәл осы ақсақалмен ауылдық клубта кездесу болып өтті. Нақтырақ алдағы бейнесюжетте. 1942 жылы дүниеге келген Еламан Алтаев биыл 80 жас салқымдағы саналы ғұмырын ауданның мәдениет саласын дамытуға арнаған азаматпен Ағүй ауылдық клубында арнайы кездесу өтті. Жиынға Құркелес ауылдық округі әкімдігі мен мәдениет саласының мамандары, сондай-ақ мектеп директоры да қатысты. Шарада Еламан Алтаевтың өмірдерегі айтылып, естеліктері тыңдалды. Енді сіз облыс орталығындасыз. Осындай бір музыкант табылмай қалды ма? Мынау дайын о кезде қазіргі сөйердегі мәдениет мектебі жоқ еді. Ол жаңағы біздің қызмет істеп жүрген. Кейін ашылды ғой. Сонда соны әйтеуір дауласып жүріп, ауданға алып келіп, ауданда жүрген кезде жаңағы көп тірліктермен айланыстық. Оның барлығы былайша қарағанға әрі жолдас, әрі былай үзеңгілес, әрі сырлас деп айтсақ, әр қайсы келген сайын көптеген үлгілі өнегелі сөздерді айтты. Менің драм үйірмесін ұйымдастыруға, оның Ташкенттегі замандас телевизиясында, Алматыдағы үлкен өзіміздің қазақ телевизиясына беруіне сол Ордабаевтың, Қасымхан Шаниннің еңбектері көп болды. Шара барысында Еламан Алтаевтың жас кезіндегі өнеріне тәнті болып, қазіргі күнде ел ағасына айналған көрерменде аталған кешке келді. Кеш иесіне өзінің ыстық лебізін арнаған ол Алтаевтың сол уақыттағы айтып жүрген әнінде орындады. Шараның соңында кеш қонақтары да ақсақалға арнап ізгі ниеттерін жеткізді. Оның отбасына амандық пен деніне саулық тілеп, ел үшін еткен еңбектерін еске алды. Сондай алғашқы біздің мәдениет үйінің қай жерде соғылғанына дейін айтып берді тарихта. Сарыағаш ауданы бойынша алғашқы соғылған мәдениет үйі, ол өкінішке орай бұзылып кетті. Көрмедіңіздер, ол мәдени мұра болып қалатындай үлкен ғимарат тұғын. Осы кісінің кезінде менің естуімше, енді мен сіз жұмыстан шығып кеткеннен кейін келгем бұл салаға, бірақ естуімше Еламан ағай осыны жасап кеткен деген сөзді көп естетін тұғымыз. Мен 20 жасында жұмысқа келсем, сол кезден бастап естіген. Еламан Алтаев осыны істеген, Еламан Алтаев мына жерде жасаған деп, соны көп естігенбіз. Яғни сол кездегі біздің саладағы адамдардың барлығы сізді өте жақсы танитын тұғын. Құркелес ауылдық округінің ардагерлер кеңесінің төрағасы, мәдениет майталманы, ел ағасы Еламан Алтаев атамыздың кездесу кеші өтті. Жалпы мақсат атамыздың өмір жолы жайлы, еңбек жолы, шығармашылық жайлы, қазіргі жастарға ақылы, өзінің кітаптары, мақала, жалпы өзінің өмірінен алынған керемет жолдарды біз сыр шерттік. Мінекей бүгін Сарыағаш аудандық мәдениет үйінен келіп отқан Шахризада апайымыз Құркелес ауылдық округінің әкімшілік тарапына мінекей үлкен қолдаулар болды. Ауылымыздың мектебі 69-шы мектебіне алғысымыз айтқымыз келіп отыр. Жан-жақтан келген, бізге қолдау білдірген ел ағаларына үлкен қолдау рахметімізді айтамыз. Бүгінгі біздің мәдениет үйіндегі меңгерушісі жалпы Махамбет ағайымыз бастаған, ауылдық кітапханамыз Ағырке апайымыз бастаған, жалпы ұжым болып ұйымдастырып, осы бір іс-шараны ұйымдастырдық. Ел тәні риза. Бұл шараның жиналған көпшілікпен көрген көрерменге берерім ол. Ел ішінде жүрген көп тұлғаның өмір тарихы бізге үлгі дейді ұйымдастырушылар. Мейірхан Бақытжанұлы, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.